Әзірет Омар 40-шы мұсылман 616 жыл. Әзірет Мұхаммедтің пайғамбарлығының 6-шы жылы. Ерлігімен елге мәлім болған Хамза батырдың мұсылмандықты қабылдауы, артынша бір топ мұсылманның Хабашстанға көшуі Құрайш мүшриктеріне үлкен соққы болды. Күн сайын үрейлері ұшып, ертеңгі күндерін ойлап қобалжыды. Бәрінің ойы біреу-ақ. Әбу Тәліптің асыранды ұлы Мұхаммедтің көзін құртпай тірліктің мәні жоқ. Осы мәселені талқылау үшін қара пиғылды Құрайштар жиналып ұзақ тартысты. Ақыры ақылдаса келе Әбу Жәһилдің ұсынысы қабылданды, яғни Мұхаммедті өлтіруге сөз байласты. Шешім қабылданды, ал енді оны жүзеге асыруды кім мойнына алмақ? Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уәссәлам қорғаушылары Хашим руының жігіттері де қарап қалмас. Соңы қан дауына ұласып кетуі де ғажап емес. Мүшриктердің үлкендер жағы өзара даурығысып отырғанда олардың сөзін бөлген тағы да Әбу Жәһилдің даусы болды. Мұхаммедті өлтірген адамға мен 100 қызыл және қара түйе, мынанша алтын, мынанша күміс, тағы сол сияқты беремін, деді ынталандыру мақсатымен. Жастар жағы бір сәт үнсіз қалды. Мұндай маңызды іске батылы барып, көп ішінен суырылып шығу оңай емес әлбетте. Азды кемді үнсіздіктен соң мен дайынмын деп біреу саңқ етті. Жұрт дауыс шыққан жаққа жалт қарады. Мұны айтқан ұзын бойлы, еңгезердей ірі денелі, анау-мынауға дес бермейтін күштінің нақ өзі Хаттаб ұлы Омар еді. Омардың талай қаһармандығына куә болған жерлестері қомпаңдап қуанып қалды. Бәсе, жігіт болсаң Омардай бол. Дұрыс, сен лайықсың осыған, бүйтпесе Омар бола ма? Десті. Омардың ойы әңгімені ұзата бермей тікелей Мұхаммедті табу, сөйтіп шешімді орындау. Айналасындағыларды қабағының астымен қан талаған көздерімен қатал шолып шықты да қағбаға бет түзеді. Қалыптасқан үрдіс бойынша қара тасты бір айналып тауап еткен соң Сафа төбесін бетке алып Дарул Акрам қайдасың деп жүріп кетті. Сыртынан көрген адам оның жүрісінен ақ маңызды шаруаға асыққанын аңдар еді. Осылайша нық басып келе жатып, жолай туысы Нұғайым ибн Абдулланы кездестірді. Нұғайым мұсылмандықты қабылдаған, бірақ онысын жұрттан жасыратын. Жол болсын, бауырым, қабағың қату, жүзің түтігіп кетіпті, сонша қайда сығып барасың? Деп сұрады Нұғайым. Омар ашықтан ашық, әлгі Құрайштың арасына іріткі салып, дінінен безген бейбақтың көзін жоймақшымын, деді. Омардың сөзінен сескеніп, өн бойы тітіркеніп кеткен Нұғайым: Уаллахи биллахи, қиын істі ойға алыпсың. Мұхаммедтің асқабы оның қасынан бір елі шықпайды. Оңайлықпен сені жолата қоймас. Ал өлтірдің делік, сені жайыңа қоя берер деймісің? Қалған өміріңе қауіп төнеді емес пе? Қолыңды былғап қайтесің, деді. Нұғайымның айтқандарына ашу шақырған Омар: сен де соларға болысып кеткенінен саумысың? Не мәйменкүленіп тұрсың? Деді. Ей Омар, сен мені қайтесің? Мықты болсаң, өз жақындарыңды тыйып жиып алсаңшы. Күйеу балаң әрі немеренің Сәйд ибн Зәйдпен қарындасың мұсылмандықты қабылдап Мұхаммедтің дініне кірді. Алдымен соларды жөнге салып алмайсың ба? Деген күтпеген жауапты естіген Омар сенерінде, сенбесінде білмей тұрып қалды. Сонан соң жұрт не демейді деген кісіше қол сілтеп кете барды. Бірақ әлгінде ғана естігендерді құлағының түбінен жаңғырып ішін кемірген күдікті жеңе алмаған күйі Омар оқыс бұрылып қарындасы Фатиманың үйіне келеді. Ол келген кезде иман жолында жанкештілік танытып жүрген майталман сахаба Хабаб ибн Әррат Әзірет Саид ибн Зайдтың үйіне жуырда ғана түскен Таха сүресін оқып
мәнісін түсіндіріп отырған. Омар үйдің жанына келгенде іштегі дауысты естіп құлақ түрді. Ештеңе ұқпаған соң есікті тарсылдата бастады. Ешкім аша қоймаған соң барынша күш салып иығымен есікті итере-митере кіріп барды. Көзі қанталап ашуға булыққан оны көргенде күйеу баласы мен қарындасы үрпиісіп орындарынан тұрды. Үй иесі Фатима есік тарсылдағанда-ақ келген кісінің бауыры Омар екенін сезгенді. Апыл-ғұпыл оқып отырған Құран парақтарын жасырып үлгерген Хабаб та бір бұрышқа тығылып қалған. Омар қалшылдаған күйі «Не оқып отыр едіңдер, а?» деп айқайлады. Күйеу баласы «Ештеңе де оқыған жоқпыз, жай әңгімелесіп отырғанбыз» дегенде Омар мүлдем қаны қайнап бейкүнә Сәйттің жағасына жармасты. Естігенім рас болды ғой, сендер де Мұхаммедтің дініне мойынсыныпсыңдар ғой, солай ма?» деп күйеу баласын жерге жалпасынан түсірді. Фатима жолдасына араша түсейін деп ұмтылғанда мұрттай жұтты. Нанымын жасырудың еш мәні қалмағанын ұққан Әзірет Фатима атып тұрып, «Не істесең де өз еркің, ей Омар, біз ерлі-зайыпты екеуміз мұсылманбыз, Аллаға, оның Расулына иман еттік» деп айқайлады. Іле-шала куәлік калимасын айтқандарын айғақтай түсті. Оқиға аңдай білгенге ғибратқа тола. Раббым Алла деген үшін туған қарындасына қол көтеру неткен сұмдық. Таяқ жеп аузы мұрны дала-дала болғанына қарамастан Алла бір, Мұхаммед оның елшісі деп дініне беріктігін айғақтау кез келгеннің қолынан келер ме еді? Қарындасына қарап тұрып Омардың жаны ашып кетті. Өзінен өзі жүрегі жылып, мейірімділігі оянды. Тізесінен дәрмен кетіп тұрған жерінде отыра кетті. Біраздан соң өзіне келіп, «Әкеліңдерші, Мұхаммедке түскен ғажайыпты мен де көрейін» деді. Әзірет Фатима алғашқыда сасып қалды. Бауыры Құранды жыртып немесе таптап тастаса ше? Мұны аңдаған Омар, «Қорықпа, әкел, ештеңе істемеймін» деді. Құран жазылған қағазды тек іші сырты таза адамдар ғана ұстауға тиіс. Ал Омардың мүшрик екені әмбеге аян, сондықтан ол таза саналмас еді. Әзірет Фатима ағасына, «Сен Аллаға ортақ қосқан жандардың бірісің. Құранды тек таза адамдар ғана ұстай алады. Ең болмаса бой дәретін алсаң» деді. Омар қарындасының дегенін орындады. Жуынып келген соң Әзірет Фатима Құран беттерін асқан мұқияттылықпен алып Омарға ұстатты. Әзірет Омар есін білгелі хатшы болатын, оқу жазудан хабары мол, сауатты адам еді. Қолындағы қағазды мүдірместен оқи бастады. «Таха, уа Мұхаммед, бұл Құранды саған оны адамдарға жеткізу жолында машақат көрсін деп түсірген жоқпыз. Біз оны Алладан именетіндерге насихат һәм ескертпе ретінде ғана әрі жер мен асқақ аспан әлемін жаратқан Алладан бірте-бірте келген уахи ретінде түсірді». Таха сүресі 1-4 аяттар. Омар оқып отырып терең ойға шомды. Құтты басқа бір бейнетаныс әлемге енгендей күй кешті. Құранның әдеби әуені мен мәңгілік әуезі оны баурап алғанды. 1 сағат бұрын қылышын жалаңдатып Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам өлтіруге асыққан ол емес сияқты. Жүрегіндегі кек, жүзіндегі өкпе бір жола жойылып, қанталаған көздері нұрға толып жайнап сала берді. Жүзі күлімсіреп, жаны рахат тапты. «Мен Алламын, бұған еш күмәнің болмасын. Менен басқа тәңір жоқ. Олай болса, маған құлшылық қыл һәм мені зікір етіп, еске алу мақсатында кемеліне жеткізіп намаз оқы». Таха сүресі 14 аят деген аятты оқығанда
Ол орнынан тұрып кетті. Не еткен тамаша сөздер, не деген үйлесімділік, бұдан артық, бұдан әсем әуен болуы мүмкін емес, деп бір тұрып, бір отырды. Омардың бұл лебізі жүрегінің иманға қауышуының ишарасы еді. Әзірет Омардың айтқандарын естіп отырған Құран үйретуші ұстаз Әзірет Хабаб ибн Арат жасырынған жерінен шығып, сүйінші, сүйінші, ей Омар, Расулулланың сен үшін жасаған батасы орындалсын деп тілеймін. Кеше түнде пайғамбарымыз, ей құдіреті күшті Алла тағалам, исламиятқа Әбу Жахил арқылы немесе Омар ибн Хаттаб арқылы қуат бер деген еді, деді. Омар ибн Хаттаб және әйгілі Әбу Жахил біреуі екі жихан сұлтаны Расул Акрамды өлтіруге ұсыныс айтушы, екіншісі сол ұсынысты іске асыруға келісім беруші. Омардың ойы түгелдей аяқ астынан өзгеріп шыға келді. Ол тезірек Расулулламен жүздесіп, калимаға тілін келтіріп, мәңгілік нұрға қауышуға асықты. Әзірет Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам Сафаның баурайындағы Дарул Акрамда екенін білетін ол Хабабты қасына алып соған қарай бет түзеді. Дарул Акрамның күзетшісі алыстан Омардың қаруын сайлап келе жатқанын хабарлайды. Іштегілердің бәрі жағымсыз жаңалықты естіп қобалжи бастаған. Әзірет Хамза тұрып, келсін, қорқатын ештеңе де жоқ. Егер хайырлы мақсатпен келсе, қонақ етіп, сыйлап күтерміз. Егер пиғылы теріс болса, өз қылышымен өзін өлтіреміз, деді нық сеніммен. Пайғамбарлар сардарының жүзі нұрланып күлімсіреді. Өйткені оған Омардың тура жолды таңдағаны сездірілген еді. Келсін, келсін, қобалжымай ақ қойыңдар. Егер Алла тілесе, оны да дұрыс жолға салар, деді байыппен. Есік ашылып, Омар ішке кірді. Сақадай сай қаруланған, өңі бал-бұл жанып, айналасындағыларға сүйіспеншілікпен көз тастады. Расулламен көздері түйіскенде, Әзірет Мұхаммедтің рухани қуатынан есеңгіреп қала жаздады. Сол сәтте бар дүниені ұмытып, тәтті сезімге бөленді. Мүлгіген тыныштықты Алла Расулының сөздері бөлді. Хош келдің, ей Хаттабұлы Омар, деді. Сонан соң Омардың қылышының ұшынан ұстап тұрып, Аллам мынау Хаттабұлы Омар, ислам дініне Омар арқылы қуат бер, деп дұға жасады. Әзірет Омар руханият әлемінде қанаттанып, мен Аллаға, оның Расулына иланып, иманымды жария етуге келдім, деп куәлік сөзін айтты. Ұлы нәби мен оның асхабының қуанышында шек жоқ. Бәрі бір ауыздан Аллаху акбар, Аллаху акбар деп тәкбір айтып, бүкіл Меккені дүр сілкіндіреді. Әзірет Омар осылайша мұсылман болды. 40-шы мұсылман. Ендігі жерде батылдығын, күш-қуатын азғындық үшін емес, ислам дінін әспеттеу үшін қолданатын болады. Қағбаға қарай сап түзеу. Батылдықтың бастауы иман. Осы қасиетті қайнардан нәр алған Әзірет Омар дін жолында дамыл таппайды. Бір күні пайғамбарымыздан, «Уа Расулулла, біз өлсек те, қалсақ та хақ жолында емеспіз бе?» деп сұрады. Пайғамбарлар пайғамбары, «Иә, дәл солай. Сендер өлелгенше, онан кейін де хақ дін жолындасыңдар. Алланың атымен ант етемін», деп жауап берді. Олай болса, бұл тұрысымыз не тұрыс? Қашанғы жасырынамыз? Саған хақ дінді жіберген Аллаға серт беремін. Қорықпастан, тартынбастан бар күшімді мүшриктерге исламды түсіндіруге жұмсаймын, деді Омар. Осы әңгімеден соң Алла елшісі алда, оң жағында Әзірет Омар, сол жағында Әзірет Хамза, қалған сахабалар соңдарынан сап түзеп Қағбаға қарай
бет алды. Нық қадамдап Харам мешітіне келіп кірді. Әзірет Расулулланың өлтірілгені жайында қуанышты хабар естиміз деп құлақ түріп алаңдап отырған мүшриктер мына көрініске түсінбей дағдарып қалды. Қорыққандарынан біресе Әзірет Омарға, біресе Әзірет Хамзаға жалтақтай берді. Араларынан біреуі батылданып, «Ей Омар, не тындырып келдің?» деп сұрады. Әзірет Омар, «Ла илаха иллаллах Мұхаммадур Расуланы айта келдім. Отырған орындарыңнан қимылдаушы болмаңдар, әйтпесе бастарың кетеді» деп қойып қалды. Мүшриктердің ауыздарына құм құйылғандай дымдары шықпады. Ардақты пайғамбарымыз емін-еркін Қағбаны тауап етіп намаз оқыды. Өзге мұсылмандар да сол жерде ашықтан ашық намаздарын оқыды. Әзірет Омардың айтуынша сол заматта Алла Расулы хақ пен нахақтың ара-жігін ашқан үшін Омарды Фарух, яғни дұрыс пен бұрысты айырушы деп атай бастаған. Әзірет Хамза мен Әзірет Омардың бірінен соң бірі мұсылмандықты қабылдап, яғни исламды ашық жария етуі мүшриктерге күтпеген соққы болса, мұсылмандарға ерекше қуаныш сыйлады. Мұсылмандар осы кезден бастап еркін ғибадат жасауға қол жеткізді. Әсіресе Әзірет Омардың мүминдер қатарына қосылуы ислам тарихындағы ең маңызды оқиғалардың бірінен саналады. Бұл мәселені Абдулла ибн Мәзғуд есімді сахаба былайша түсіндіреді. Омардың мұсылмандықты қабылдауы исламның жеңісі, мұсылмандар үшін үлкен құрмет, ал Мәдинаға көшу болса көмек, халифалығы берекет болды. Омар иманға келгенге дейін біз Қағбаның ауласында ашықтан ашық ғибадат етпек түгілі емін-еркін жүре алмайтынбыз.